Қайырлы күн достар, бүгін өте жұмсақ, жыртылмай шығатын блиннидің рецептісін ұсынатын боламын. Бір жасағаннан шығады, содасыз, уксуссыз осылай тесік қылып жасауға болады. Ол үшін ең алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Кейін үстіне қантымызды қосамыз және де шым-шым тұз қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді үстіне жылы сүтімізді құямыз және қатты жылдамдықпен араластыру керек. Міндетті түрде қосатын ұнымызды електен өткізіп аламыз. Және де 3 бөлікке бөле отырып салған болатынмын. Жақсы араласу үшін және де түйіршік қалмас үшін. Түйіршік қалмас үшін қатты жылдамдықпен араластыру керек. Сол кезде біздің қамырымыз біркелкі болып шығатын болады. Енді үстіне қайнаған суымызды ыстықтай күйінде бірден құятын боламыз. Және де үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да барлығын жақсылап біркелкі формаға келгенше араластырамыз. Қатты қою емес, сұйық емес, орташа деңгейде болады. Араластырған кезде өте жеңіл араласады. Табамызды алдын ала қыздырып аламыз. Отымыз орташадан жоғары болуы керек. Табамыз міндетті түрде қатты қызып тұру керек. Сол кезде сіздің блинниларыңыз тесік болып шығады. Егер де табаңыз қызбай, жай отта тұратын болса, блинниларыңыз тесік емес, кәдімгідей біркелкі болып пісетін болады. Егер де сіздер тесік қылып блинниларыңызды жасауларыңыз келсе, отымызды қатты қыздырып алған дұрыс болады. Барлық блинниларымызды пісіріп шықтық. Дәл осы рецептпен 20 шақты блинниді шығаруға болады. Менің табамның диаметрі 24 см. Өте жұмсақ, тәп-тәтті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразгүл.